Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 60 сабақ. Ақиқат және жалған пікірлер тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Пікірлер ақиқат па, әлде жалған ба? 40 саны 50 санынан кем. 40 және 50 санын салыстыратын болсақ, әрине 40 саны 50 санынан кем. Сондықтан да бұл пікір бізде ақиқат болып табылады. Келесі, 600 саны 500 санның алдында тұрады дейді. Балалар, сандарды жазатын болсақ, 500, 600, 700. Демек, 600 саны 500 санның алдында тұрады дейді. Демек, бұл пікір жалған. Келесі, 3 саны 4 санынан кейін тұрады дейді. Сандарды жазып көрсек, 3, 4, 5. Ал енді 3 саны 4 санынан кейін тұрады дейді. Жоқ, бізде 3 саны 4 санның алдында тұрады. Демек, бұл пікір жалған. Келесі, 7 саны 6 мен 8 сандарының арасында тұрады. 7 саны 6 мен 8 сандарының арасында тұр. Демек, бұл пікір бізде ақиқат екен. Екінші тапсырма, ақиқат пікірлерді тап дейді. Асы, 20 саны жүздіктер жиынына тиісті. Балалар, 20 саны бізде ондықтар санына тиісті. Сондықтан да бұл пікір бізде жалған пікір. Келесі, 20 мен 40 сандары 2 таңбалы сандар жиынына тиісті дейді. Бұл пікір бізде ақиқат, себебі 20-40 сандары 2 таңбалы сандарға жатады. Ондықтар жиынын пайдаланып, бір ақиқат және бір жалған пікір құр деп тұр. Балалар, ақиқат пікір құратын болсақ, 50 саны ондықтар жиынына тиісті. Ал жалған пікір жазатын болсақ, 20 және 60 сандары бір таңбалы сандар жиынына тиісті деп айтсақ, бұл бізде жалған. Үшбұрыш кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті дейді. Балалар, бұл пікір жалған, себебі үшбұрыш жазық фигуралар қатарына кіреді. Келесі, 35 саны геометриялық фигуралар жиынына тиісті емес дейді. Бұл пікір ақиқат, себебі геометриялық фигураларға жатпайды. Келесі, шаршы жазық фигуралар жиынына тиісті емес деп тұр. Балалар, бұл пікір бізде жалған пікір, себебі шаршы бұл жазық фигуралар қатарына кіреді екен. Келесі, дөңгелек кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті емес. Бұл пікір ақиқат, себебі дөңгелек жазық фигуралар қатарына жатады. Келесі, цилиндр кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті. Бұл пікір ақиқат. Келесі, текше жазық фигуралар жиынына тиісті емес дейді. Себебі текше бізде кеңістіктік фигураларға жатады, сондықтан да ол жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Бұл пікір бізде ақиқат екен. Ал енді бізге жалған пікірлерді тап деп тұр. Жалған пікірлер бізде үшбұрыш кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті және шаршы жазық фигуралар жиынына тиісті емес деген осы екі пікір жалған болып тұр екен. Келесі, 4-ші тапсырмаға қараймыз. Сандар жиынына қара, жазбаларды оқы. Пікірлер ақиқат па, әлде жалған ба дейді. Балалар, сандардың жиынына қараймыз. А жиыны және Б жиыны. А жиынына тиісті элементтер 2, 4, 3, 5 сандары, ал Б жиынына тиісті элементтер 1, 2, 3 сандары екен. Ал енді мұнда берілген пікірлердің ақиқат па, әлде жалған екенін анықтауымыз керек. 5 тиісті А жиынына ақиқат, 2 тиісті А жиыны ақиқат, 3 тиісті А жиыны ақиқат. Келесі, 5 тиісті емес Б жиыны ақиқат, 2 тиісті емес Б жиыны жалған, 4 тиісті емес Б жиыны ақиқат, 5 тиісті емес А жиыны жалған, 2 тиісті Б жиыны ақиқат, 4 тиісті Б жиыны жалған. Осылай анықтап шықсақ болады. Келесі, 5-ші тапсырма, пікірлердің ақиқат не жалған екенін айтып бер дейді. Мұнда бірінші, Қазақстан сөзінде 3 дауысты дыбыс бар дейді. Балалар, Қазақстан сөзінде 1, 2, 3 дауысты дыбыс бар. Сондықтан да бұл пікір бізде ақиқат екен. Келесі, отаным сөзінде 1 дауыссыз дыбыс бар дейді. Ал енді отаным сөзіне қарайтын болсақ, 1, 2, 3 дауыссыз дыбыс бар. Сондықтан да бұл пікір бізде
жалған екен. Үшіншісі, Қазақстан және отаным сөздерінде н әрпі 2 рет кездеседі дейді. Балалар, Қазақстан сөзінде н әрпі 1 рет, ал отаным сөзінде де н әрпі 1 рет кездесіп тұр. Сондықтан да бұл пікір бізде жалған екен. Келесі 6-шы тапсырмаға қараймыз. Арша мен қарағай ағаштарының биіктігін бірге алғанда 48 метр. Егер арша ағашының биіктігі 10 метр болса, онда ол қарағай ағашының биіктігінен неше метр кем дейді. Балалар, бірінші берілгенін жазып алайық. Арша 10 метр, қарағай белгісіз. Екеуін қосқанда 48 метр екен. Ал енді бірінші қарағайдың биіктігін анықтап аламыз. Ол үшін 48-ден 10-ды азайтамыз. Тең 38 метр. Бұл бізде қарағайдың биіктігі. Ал енді аршаның қарағай ағашының биіктігінен қанша метр кем екенін анықтауымыз керек. Ол үшін 38-ден 10-ды азайтамыз. Тең 28. Жауабы арша қарағай ағашының биіктігінен 28 метр кем. Келесі 7-ші тапсырма, тиімді тәсілмен есептеп шығар. 67 қосу 19 қосу 13. Балалар, мұнда біз бірінші 67-ге 13-ті қосып аламыз. 67-ге 13-ті қоссақ 80 болады, 80-ге 19-ті қоссақ 99 болады. Келесі 35 қосу 45 қосу 13. Бірінші 35-ге 45-ті қоссақ 80 болады, 80-ге 13-ті қоссақ 93 болады. Келесі 73 қосу, жақша ішінде 7 қосылған 30. Балалар, бірінші біз 73-ге 7-ні қосып аламыз. Сонда бізде 80 шығады, 80-ге 30-ды қоссақ 110 шығады. Келесі 73 азайту 30 қосу 7. Мұнда бірінші 73-ге 7-ні қосып алып, сонан соң 30-ды азайтсақ болады. 73-ге 7-ні қоссақ 80 болады, 80-нен 30-ды азайтсақ 50 шығады екен. Осылай есептерді тиімді тәсілмен есептеп шығарсақ болады. Келесі 8-ші тапсырма. С және Д жиындарының бірігу және қиылысу операцияларының диаграммаларын құр. С бізде бір таңбалы сандар жиыны, Д 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны екен. Өзің 3 ақиқат және 3 жалған пікір құрастыр дейді. Балалар, бірінші біз осы жиындарға тиісті элементтерді жазып алайық. С бізде бір таңбалы сандар жиыны дейді. Демек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандары тиісті екен. Келесі Д бұл 5-тен кем бір таңбалы сандар. Демек 4, 3, 2, 1 сандары тиісті. Ал енді осы жиындардың бірігуі мен қиылысу операциясының диаграммаларын құрастырайық. Бірінші С және Д жиындарының бірігуін жазып алайық, яғни екі жиынға да тиісті элементтерді жазатын боламыз. Екі жиында да кездесетін элементтерді тек біреуін ғана жазамыз. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 шығады екен. Келесі С және Д жиынының қиылысуына тиісті элементтер, яғни екеуінде де кездесетін элементтер, екеуіне де тиісті элементтер бізде 1, 2, 3, 4 сандары екен. Ал енді диаграмма құрастыратын болсақ, бұл бізде бірігу операциясы диаграммасы. Яғни екеуіне де ортақ, екеуіне де тиісті сандар бізде 1, 2, 3, 4. Ал мұнда 5, 6, 7, 8, 9 сандары бұл С жиынына тиісті элементтер. Ал Д жиынына тиісті элементтер бұл 1, 2, 3, 4 сандары екен. Ал біріккен кезде, яғни С және Д жиынының бірігуіне тиісті элементтер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандары. Келесі бұл бізде қиылысу операциясының диаграммасы. Яғни екеуіне де тиісті элементтер, яғни бірігуіне тиісті элементтер 1, 2, 3, 4 сандары екен. Осылай диаграмма сызып бояп көрсетсек болады. Енді осы жиындарды пайдаланып, өзің 3 ақиқат және 3 жалған пікір жаз дейді. Балалар, ақиқат пікір: 2 саны С жиынына тиісті, 4 саны Д жиынына тиісті, 9 саны Д жиынына тиісті емес. Бұл бізде ақиқат пікірлер. Келесі жалған пікірлер: 6 саны Д жиынына тиісті дейді. 12 саны С жиынына тиісті, 13 саны Д жиынына тиісті емес. Бұл бізде жалған пікірлер екен. Сендер де осы сияқты пікірлер құрастырсаңдар болады. Келесі 9-шы тапсырма: кел ойнайық. Байқоңыр сөзінің әріптерінен сөздер құрастыр. Неше сөз құрастырдың дейді.
Ал енді берілген сөздерден жаңа сөздер құрастырып көрейік. Бай, қоңыр, қар, қор, қой, ай, ой, бақ, айыр, оң, қыр, аң, ақ, ар, ақыр, ық, арық, қайың, қайыр деген сияқты сөздер құрастырсақ болады екен. Балалар, сендер де өздерің жаңа сөздер құрастырып көрсеңдер болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.